Сәлем достар, бізде бүгін осындай ең алғашқы влогым болады. Ал мен жаңа каналыма қош келдіңіздер. Мен бұрынғы влогым, конечно, неге түсіп кеткен. Андай енді бір бәле удалып кеткен ғой, короче, сондай мен енді осындай жаңадан немді каналымды аштым. Ал осы жақта сіздермен бірге өзіміздің пеналымызды реттейміз. Осы ручканы осы жаққа саламыз. Осылай стативімді алып келіп алдым. Олай не болмаса, мен дұрыстап не істей алмаймын, түсіре алмайтын боламын. И осылай пеналыма салып жатырмын бәрін. Негізі бұл бір адам ұстап тұрған жоқ. Өйткені бір адам ұстаса, енді андай болады, қозғалады да, енді сондай болады. Енді осыларды осы ручканы сатып аламыз. Бізде ручка көп, навалять осы өйтіп біз бағана сатып алған болатынбыз. Осын көреміз, жаза ма жазбай ма жазып тұр. Алдында жазбаған. Осы беттен мамаға айттым, ручка сатып берші деп, сатып алып берші деп. Енді жүргішті короче, сумкамызды дайындаймыз. Сумкамыздан тағы да бір ручканы іздеп жатқан кезін осы ручканы алып қайттан салып қоямыз. Өйткені тағы да бір керек болса береміз. Осы мен каналыма подписаться етуді ұмытпаймыз. Мен каналыма подписаться етіп мені қолдап жүрген подписчикке жеткізіп тастайық. Осы сіздер үшін бәрін жақсылап түсіретін болам. Бұл кезде бізде осы видеомен 12-ден 8-ге дейінді таңертең деп түскі уақытта салдым. Біздің сабақ 2:10-да басталады. Сол себептен тіркеліп кетіңіздер. Ал келесі видеода мен осы ютубты қалай жоғалтып алдым и не істеп кеттім дегенді айтамын. И пеналымызды саламыз. Енді қазір біз барып бокалға, осы термосқа не саламыз. Ішінде су да жоқ. Соған су құямыз. Кеттік ал. Осы жаққа барамыз. Бізде назар суы жоқ екен. Біз сабаққа барған видеоны мен келесі видеода саламын. Бұл бізде енді ұйықтан тұрған кез. Шашымызды дұрыстап жинамадық. Сол себептен келесі видеода кездескенше сіздермен болған Амина Мандарина. Тіркеліп лайк басып құттықтап кетіңіздер. Всем пока-пока.